Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Осы 2021 жылы Астанадағы ең бірінші шығарылым болайын деп тұр. Ендеше ыңғайлырақ жайғасып алыңыздар. Біз бастаймыз. Кеттік. Ал достар, онда Renault Duster деген көлік, мынандай шетінде. Артқы алдыңғы шеттері қап-қарадан жасалған екен, қап-қара пластиктардан. Көлік 2015 жылы екен, 129 мың километр жүрген, 1.6 механика. Бағасы 4 миллион 200 мың теңге сұрап тұр екен. Ал достар, біздің каналда жақында жаңа пилоттық жоба ашылмақшы. Сол жоба бойынша біз адамдардың көліктеріне жарнама жасайтын боламыз. Яғни біз қазір пилоттық жоба үшін 10 көлікті тегін жарнамалап береміз. Егер сіздің достарыңыз, немесе бауырларыңыз, жақындарыңыз көліктерін Астана немесе Нұр-Сұлтан қаласында сатып жатқан болса, міндетті түрде осы Instagram аккаунттарға жазсаңыздар, біз сіздерге толығымен барлығын түсіндіріп беретін боламыз. Ендеше жылдам үлгеріп қалыңыз, достарыңызға, жақындарыңызға жіберіп үлгеріңіз. Ал біз жалғастырамыз. Келесі бізде Kia Optima. Осы көлікті негізі Toyota Camryмен салыстырып жатады. Қалай, комментарийға жаза кетіңіздер. Camry жақсы ма, осы Kia Optima жақсы ма? Баға жағынан да, сапа жағынан да. Бұл көлік бізде 2013 жылғы екен, 114 мың километр жүрген. Қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат, бағасы 6 миллион 590 мың теңге. Іші былғарыдан, кожадан жасалған. Алдың комментарийде кожаны былғары деп айтпайсыз ба деп айтқан еді. Міне арнайы енді таза қазақша болсын деп былғарыны қосып жатырмын. Негізі мен өзім былғары деген сөзді көп қолдана бермейді екенмін. Ал міне көлік Kia Ceed 2013 жылғы. Ал енді көрінгенше кішкене мұз болып қырау түсіп қатты. 2013 жылғы 122 мың километр жүрген, 1.6 автомат, бағасы 5 миллион 290 мың теңге. Іші бұлғардан емес, матадан жасалған. Жалпы қатты тозбаған. Ал фокустар. Ал мынау көлік бізде Hyundai Accent 2018 жылғы екен. Қалпақтары, артқы өңілегінің қалпағы жоқ екен. Бұл көлік автоматта 1.6 50 мың жүрген. 2018 жылғы, бағасы 6 миллион 90 мың теңге. Сонымен 2018-де бұларда 6 миллион 6,5 миллион тұрған шығар, е? Chevrolet Tracker 2014 жылғы 84 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 1.8 автомат. Бағасы 5 миллион 150 мың теңгені сұрап тұр екен. Ана ортасында қол қоятын жерлері жыртылып, кожасы кішкене салақтау ұсталған екен. Жалпы ішіндегі салонның жағдайы қатты нашар деп айта алмаймын. Келесі бізде Nissan Qashqai. Осы көліктің қозғалтқышының көлемі 2.0 екен. 2016 жылғы автомат, 78 мың километр жүрген, бағасы 8 миллион 450 мың теңге. Достар, осы көліктің бұдан көлемі, объем қозғалтқышының көлемі аздау көліктер бар. Солар туралы не ойлайсыздар? Осы екісі, менің ойымша, осы қозғалтқышының көлемі екісі осы көлікке ең жақсысы. Немесе одан жоғары болу керек деп ойлаймын. Бұдан аз емес. Сіздер қалай ойлайсыздар?
астына комментарийға ойларыңызды жаза кетсеңіздер. Себебі бұның 1.2, 1.4, 1.6 деген қозғалтқыштарын көрген мен, қателеспесем. Олар өте жай тартады. Тартпайды десең де болады, көлікті ше. Ал Toyota RAV4 бұл қорап, бұл жақта вариатор қорабы. Қателеспесем қозғалтқышының көлемі 2.0. 2015 жылғы 80.000 километр жүрген екен. 10.490.000 теңге. Ортасында үлкен дисплей қойылды. Іші былғары емес, іші матадан жасалған. Ал достар, мынандай қызыл түсті көлік бар екен. Енді бұны қыздарға негізінде көбінесе арналған. Бірақ қызыл түс қыздардікі деген сөз емес қой. Қалаға арналған көлік деп айтсам болады, шағын ғана. Suzuki Swift 2011 жылғы екен. 106.500 километр жүрген. 1.2 автомат. Бағасы 3.890.000 теңге. Іші велюрден жасалған. Рульдің сыртына кигіз қойған несін көрсек, қыз айдаған көрініп тұр. Louis Vuitton бұл. Hyundai Accent 2011 жылғы екен, 131.000 километр жүрген, 1.6 механика. Ал ұсталғандарын көрсек болады. Бағасы 3.850.000 теңге. Ішін көрсіздер ғой, матадан жасалған салоны. Қасында көліктің Nissan Almera деген көлік тұр екен. 2014 жылғы 77.000 километр жүрген, 1.6 автомат. Бағасы 4.200.000 теңге. Матамен жасалған іші. Енді қасында осындай Volkswagen'дер тұр. Шамамен мына жақтағысы 4.600.000, 4.590.000, мына жақта 4.300.000 теңге сұрап тұр екен да ше. Ал сіз қайсысын таңдайтын едіңіз? Volkswagen'ді ма, Polo'ны ма, немесе Nissan Almera ма, немесе Hyundai Accent механикада. Мыналар автоматта. Екеуі автоматта. Менің ойымша Nissan Almera бұл екеуінің арасынан жақсы сияқты, үшеуінің арасынан ең жақсысы осы Nissan Almera сияқты. Ал мынандай да көлік бар екен, Suzuki Grand Vitara. Өзінің внедорожник көліктерінің бірі. Алдыңғы шығарылымда біреуінде осындай алтын түсін түсірген болатынмын. 2008 жылғы екен, 97.000 километр жүрген, 2.4 автомат. Бағасы 5.150.000 теңге. Іші матадан жасалған. Достар, сонымен қатар ішіне осы менеджерлардың номерін тастап кетемін. Осы видеоның сипаттамасына міндетті түрде кіріп, егер көлік қызықтырған болса, сол номерлерге хабарласаңыздар, менеджерлар сізге толық ақпаратты кредитке алуға бола ма, кредитке алу үшін не керек, соның барлығын айтып консультация береді. Ал сіздерден керегі тек қана туысқандар немесе жақындарыңыз көлік іздеп жүрген WhatsApp чаттарыңызға жіберсеңіздер, біз үшін де ол үлкен қолдау. Міне, жаңа бер көрсетіп отқан осы RAV4 кішкене. Енді комплектациясы алдыңғы көрсеткен RAV4-ге қарағанда сәл жоғарылау. Бұл көліктің да қозғалтқышының көлемі 2.0 вариатор қорабы. 2016 жылғы 85.000 километр жүрген екен. Бағасы 11.300.000 теңге. Міне. Lexus 470 легенда көліктердің бірі. Қозғалтқышының көлемі 4.7 автомат. 68.000 ғана километр жүрген екен. 2007 жылғы бағасы 10.300.000 теңге. Іші жақсы сақталғаны, жақсы ұсталғаны көрініп ақ тұр. Қат ескірмеген. Кожасы да қатты ескірмеген, былғарысы. Былғарының үстіне мынандай чехол кигізіп қойыпты. Сәл бюджетті аздау, жол талғамайтын көлік іздеп жүрсеңіздер, Chevrolet Orlando'ны қарастырсаңыздар болады.
2014 жыл екен, 138 мың километр жүрген, 1.8 автомат. Іші былғардан жасалмаған, іші матадан жасалған екен. Бағасы 4.850.000 теңге. Қара түстісі, көңіл. Енді мынау ақ түстісі бар екен. Арты мынандай. Екеуінің де Chevrolet Orlando'ның. Бұл көлікті қозғалтқышының көлемі 1.8 автомат, 2012 жыл екен. 139 мың километр жүрген. Бағасы 4.790.000 теңге. Міне, мынауысы ақ түсті екен. Қателеспесем, мынау жаңарақ, мынаған қарағанда, мынау 2 жылға ескі. 2012-2014 жылғы. Бағасы 100.000 теңге айырмашылық беріп тұр екен. Әне көресілік, 2014 жылға. Жүрілгені, мынада 138 мың, мынада 139 километр. Міне. Қайсын таңдайсыз? Kia Rio-ның универсалы. 2014 жылғы екен, 71.500 километр жүрген, 1.6 автомат. Универсалымыз хэтчбек. Көк түсті, бағасы 4,5 миллион теңге. Іші жақсы сақталған. Іші кожаный емес. Арқасы мынандай. Хэтчбек. Renault Sandero. Renault'ның сүйермендері, көрермендері, іздеп жүрген адамдар болса бар екен. 2014 жылғысы, 112 мың километр жүрген, 1.6 қораба автомат. Бағасы 4.200.000 теңге. Міне, автоматта. Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo 2013 жылғы 120 мың километр жүрген екен, 1.6 автомат, бағасы 3.590.000 теңге. Міне арқасы мынандай, бұл жерден ашылып тұрған. Мектен іздеп жүрмеңіздер, анау бір видеода бар еді, осы жерге бір Қытай жасап қояды. И сөйтсем мына жерден ашылатын болып шығатын. 我后边没有门把手，你给我弄个这玩意儿啊？你拿我这车当你家大门呢？你他妈咋想的？没啥想啊。这他妈啥也没门把手啊！哎，哥，我没看见哥。哎呦我操！你他妈真有Бізде енді Kia Ceed. Бұл да хэтчбек, 2014 жылға 87 мың километр жүрген екен, 1.6 автомат. Бағасы 5.390.000 теңге. Достар, егер шығарылым ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып кетсеңіздер, біз үшін үлкен қолдау. Сонымен қатар жазылу, подписаться батырмасын бассаңыздар да, ол бізге үлкен қолдау. Бізбен бірге болыңыз да әлі талай қызық проекттер жасайтын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.